Сәлем достар, бұл Бризо орнасы. Міне күні кеше ғана біз Эл Классиконы, Арсенал Ливерпуль арасында кездесулерді талдап, ревью жасап, қазір енді Қазақстан Премьер Лигасының ойындарына, QFL-ға болжам жасаймыз, аңдатпа видеоны қабыл алыңыздар. Бүгінгі видеода бізде қонақта Есей Жеңісұлы. Аға, қош келдіңіз. Қош көрдік. Жалпы Есей ағадан мен ойымша Қазақстан Премьер Лигасын жақсы танитын, білетін сарапшы жоқ. Сол себепті келгеніңізге рахмет. Алда 6 ойын күтіп отыр. Сол ойындардың бәрін талқылайық. Сонымен лайк басып, ардамызға тіркеліп, және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Біз бастаймыз. Жалпы чемпионаттың аяқталуына 3 тур ойын қалды. Кейбір командаларда 2 матчтан қалып отыр. Міне турнир кестесі қазір назарларыңызда. Қазір 1-ші орыннан 6-ші орынға дейін командаларының ұпай айырмасы бар болғаны 3 ғана болып тұр. Есе бұнда негізі есіңізде ме? Жағдай болды ма? Есімде жоқ. Негізі бізде негізі байқасаңыздар кейінгі шамамен 10-12 жылда үміткерлер асып кетсе 3 болады. Асып кетсе. Көбіне 2. Көбіне 2 дұрыс айтты. Көбіне 2 болады. Ал қазір бұл бір емес 6 команда және тобыл соңғы турда кейінгі қалдырылған матчта Тұранды жеңіп осы қатарға қосылды. Енді мүмкіндігі шамамен бір 10-15% болса да тобылды санаттан сызып тастауға болмайды. Кем дегенде сол топ 4-ке, яғни Еврокубокке жолдама алуы мүмкін. Ал көш басында қазір Ордабасы, сосын Қайрат орналасқан, дегенмен алайда Астанада қосымша бір ойыны бар. Егер сол ойында жеңіске жетсе, Астана 1-ші орынға көтеріледі. Сол себепті басты фаворит сіздің жалпы Астана сияқты. Астана сияқты, және Астана қазір ойынын түзеп алды. Тіпті бұл команданың екінші құрамы дейтіннің өзін Ньюсендпен қалай жақсы ойнағанын ескерсек, жалпы енді фаворит ретінде амалсыз қарастырасың ғой. Бұл екінші құрам мысалы Лига кубогының финалына шықты. Сонымен қоса Премьер Лигада ойнаса бір 6-7 орын алып қалатын құрам жасақталған. Жалпы чемпион атану үшін осындай 2 мықты құрам болу керек. Соны Бабай мырза жинады. Бірақ енді өкінішке қарай Ньюсендке жеңілдік. Бірақ алда Павловсқа қарсы ойын бар. Сол ойында енді мүмкін чемпиондықтың мәселесі шешіліп, негізгі құрамды шығарам екен. Өз алаңында болғаннан кейін енді алыс сапарға барудың қажеті жоқ. Енді біз әрине бұл турдың басты ойыны ол Астана Ақтөбе арасында кездесу орталық стадионда өтеді. Ол ойын туралы кейінірек, өйткені біз күнтізбе бойынша, яғни бірінші сенбі күнгі алғашқы ойын күнгі бірінші ойыннан бастаймыз. Ол Жетісу Қайрат арасында кездесу. Қайрат басты бәсекелестерінен жеңілді. Бірақ дегенмен Тұранды өз алаңында өте оңай жеңді. Сөйтіп қайта енді үміткерлердің қатарында. Үміткерлердің қатарында және 2-ші орында тұр. Ол жаман көрсеткіш емес. Команда 70 жылдық мерейлі жылында қалайда бір жеңіске жетуді көздейді ғой. Басқа тараптың бәрінде жеңілді. Мысалы, Лига кубогының жартылай финалында жеңді. Қазақстан кубогында финалға шыға алмады деген сияқты. Енді бір ғана үміті осы, сондықтан барын салады ғой, қалай дегенде де. Енді Жетісу Қайрат ойында өтсек, Жетісу өз алаңында Қайратты қабылдайды. Алғашқы ойын бірінші айналымдағы матч тең нәтиже тіркелген еді. Енді бұл ойында сіздің ой пікіріңіз қандай? Менің ойымша Жетісу осы бір жеңіске жеткеннен кейін қайтадан еңсе түзеп ары қарай жалғастыра алмады деп едік. Жеңістен жеңіліп қалды өткен ойында. Абылайхан Жұмабектің голы саналмады, бірақ енді ол жерде төрешілердің білігіне күмән келтіруге болмайды. Шабуыл басталған сәтте Абылайханның ішке кіріп кеткені, сырттан ішке кіргені, яғни сызықтан ішке кіргені көрініп тұр. Гол анық саналмаған. Жалпы алғанда биыл Жетісуды енді мойындамасақ та, мойындасақ та шабуыл жоқ команда ретінде санауымызға болады. Жетісуды бір мақтап қойсақ та болады. Негізі қазақстандық ойыншылар ең көп ойнайтын команда. Бірақ енді Руслан Болов болсын, Абылайхан Жұмабек болсын, осыған дейін ойнаған тағы бірдекілі шабуылшылар болды, сырттан келген мысалы. Ешқайсы нәтижелі болған жоқ. Сондықтан негізгі гол соғу мәселесі Данияр Үсенов пен Сержан Мұжықовқа түсіп қалады. Сондықтан бұл команда аса нәтижелі емес. Сондықтан негізі Қайрат өз алаңынан гөрі Талдықорғанда жақсы ойнайды ғой. Мысалы, өткен жылы өз алаңында 2-3 есебімен жеңіліп қалды. Теверов 90-ші минутта гол соғып кетті. Ал екінші айналымда Жетісудің алаңына барғанда тағы да керісінше Қайрат жігерлі жеңіске жетті. Жоғалып болды, дубль жасап, естеріңізде болса, жеңіске жетті. Оның алдында маусымдарда сондай параллельдер көп жүргізуге болады. Сондықтан менің ойымша бәрі Қайраттың өзінің қолында. Ең бастысы қазір команданың көшбасшылары дейтін Георгий Зария, Жоу Паулу, Элдер Сантана, осы үшеуі шабуылдайтын үштік. Бабында тұр ғой негізі. Бабында тұр. Офри Арат өткен Тұранға қарсы кездесуде Сарыағаздың көптігіне байланысты шалған жоқ. Оның орнына Олжас Байбек шықты. Артық жартылай қорғаушы позициясында бір тайм ойнады. Дебют ойыны болып отыр. Құттықтаймыз Олжасты. Және
толық негізгі құрамға тек қана Гадрани ғана жетпей тұр. Гадрани грузиялық қорғаушы. Менің ойымша осы премьер лигадағы ең үздік қорғаушылардың бірі. Қайратта сөзсіз қорғаныстың басты ойыншысы. Сейдахмет екеуі керемет дуэт болды оң қанатта. Бірақ сол Сейдахметсіз, Гадранисіз Сейдахмет қиналып қалды десек те болады. Кібіртіктеп қалды, өйткені артында Гадрани барды, сол кезде Сейдахмет еркін шабуылға қарай жиі араласып. Енді біз Еркебұланды бірінші кезекте шабуылшы футболшы ретінде қарастырамыз, қорғаушы кейіннен ғана. Сол себепті Гадраниның жоқтығы әрине Ақтөбеге қарсы ойында жеңілгенге де жалпы себеп болды деп менің ойым бар. Ақтөбеге қарсы матчта жеңілгеннен кейін жалпы басты өзінің позициясынан айырылды. Мына жерде ордабасы да оңай жоғалтып жатыр. Енді барлығын пайда көріп жатқан ол әрине Астана командасы болып тұр. Ал Жетісу өткен турда сырт алаңда ойнады. 1-0 есебімен. Енді бәрін жеңіп жатқан жеңіс. Үш ойын ба, 4 ойын ба жеңіліссіз келе жатыр. Тобылды да жеңіп кетті оның алдында. Бірақ Жетісуды біз төмендетпейміз, өйткені тура соның алдында ғана жалпы басты Қайраттың бәсекелесі осы Елімайды 2-0 есебімен жеңіп тастады. Одан алдын Ордабасыдан ұпай тартып алды. Сол себепті де өз алаңында бұндай фавориттерге қарсы ойнап береді деуге келеді. Енді Жетісудың Қайратпен мүмкіндігі былай айтқан кезде аса бір жоғары деп айтуға да келмейді, бірақ мінез танытып кетуі де мүмкін. Бұл команда өздеріңіз білесіздер, мамыр айынан кейін жеңіске жете алмай, команданың ішкі жағдайына байланысты, басшысының басындағы жағдайына байланысты көп тығырыққа тірелді. Оның үстіне Айдылхан Добай сияқты ойыншылары маусым соңына дейін қатардан шығып мысал үшін оңай болған жоқ. Сондықтан менің ойымша Жетісу енді соңғы өз алаңындағы ойындардың бірі ғой, барын салуға тырысады. Бірақ енді Қайрат мотивациясы өте жоғары. Оның үстіне және бір мотивация Жоу Паулудың бас мәрген атануға да мүмкіндігі өте зор. Қазір Чесноков екеуінде 10 голдан, сондықтан ол да нәтижелерін көрсетуге тырысады. Бірақ кеше қызық осы статистикасын жасаймын ойындар. Сөйтсем мына Жеңіс сияқты, Тұран сияқты, Шахтер сияқты командалардың маусым бойы қарсыластар қақпасына бағыттаған соққылардың саны 156, 163 сондай екен да. Ал бір ғана Жоу Паулудың соққысы 133 па сондай екен. Ол Қайраттың шабуылы мықты деңгейде деген сөз ғой. Және ол былай бір есептен Жоу Паулудың бас көзсіз тебе беретінін де белгісі да. Мысалы, осы 133 соққының шамамен бір 29 ма 30 ғана қақпаға тура бағытталған. Оның 10-ы қақпаға кірген мысалы үшін. Сондықтан енді былай қарасаңыз, бұрынғы нәтижелілік жоқ бұл ойыншыда. Өйткені былтыр 17 гол соқты Жоу Паулу, оның алдында 12 гол соқты деген сияқты бірте-бірте төмендеп келеді. Және өткен турда Жоу Паулу 3 гол хет-трик жасады ғой. Ол Қазақстандағы клубтардың сапында соққан 80-ші голы. Легионерлердің ішінде. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Сондықтан енді 20 гол соғып 100-ге жете алар ма екен, және 20 голдың биыл қаншасын соғады, келесі жылы Қайратта қала ма белгісіз, бірақ чемпионаттың бас мерген атануға мүмкіндігі жоқ. Келесі жолы Қайратта керек болмай қалса да, бәрібір де кез келген премьер лига клубын күшейтуге дайын бразилиялық шабуылшы. Енді бұл ойында енді Тұранға қарсы Қайрат ойын еске алатын болсақ, Қайрат сол Байбекті шығарып, қорғаныста 2 футболшы ойнады, 2 орталық қорғаушымен ойнады. Бұл жолы енді Офри Арат қосылғаннан кейін тағы да менің ойымша сол 4 қорғаушымен ойнайтын сияқты. Мүмкін, өте мүмкін. Қазір енді Мартиновичтің және Сорокиннің орнын ешқандай күмәнге келтіре алмайсың. Екеуі де әбден орнықты. Қапталдан мысалы өткен жолы байқасаңыздар, Становевтің өзі мысалы Сейдахмет артып қалған кезде Становев осы Тұранмен ойында 3 пасты голдың пасында сол Становев шығарып берді. Кәдімгі жаңа Байбекке жақын ойнады, ішке қарай еніп жүріп, қапталда жүргенмен ішке қарай еніп жүріп жақын ойнады да. 3 голдың пасын шығарып берді. Сондықтан бұл ойыншының да бір мүмкіндігін ашып жатқан шығар деп ойлаймын Оразбақтен. Және көп жағдайда мына ортаны тесе алмаған жағдайда негізі қапталды іске қосады ғой бапкерлердің барлығы. Сондықтан бұл Сейдахмет пен Становев шығатын болса оңай болмайды ол қапталда. Оң қанатта менің ойымша Становев шығатын сияқты келесі ойында. Жалпы Жетісу 3 қорғаушымен ойнағаннан кейін қапталды сәл күшейту керек сияқты. Өйткені латералдарға иек артады. Әрине. Енді бұл ойында енді өзіңіздің болжамыңызды айта өтсеңіз, көп гол бола ма, немесе кім жеңіске жетеді? Сол 1-2 есебі қайталана ма деп ойлаймын. 1-2. Жеңіс Жетісу өз алаңында әйтеуір Қайраттың қорғанысын бір саңлау табатын шығар. Өйткені оның үстіне Тұранның соғылған голын қарасаңыздар да, мысалы Цуцкиш оп-оңай оң қапталда жүр. Және сол Цуцкишті оң қапталға жіберіп қойған үшін кімде қатты реніш білдірді ғой, Ульянов та қорғанысқа қатты реніш білдірді ғой. Мысалы сондай бір қателіктер болмай тұрмайды екен ойын барысында қарасаңыздар. Сондықтан Жетісу әйтеуір бір Қайраттың қақпасын кілтін тапқан күннің өзінде өз қақпасында неден голдан қорғай алмай ма деген
күмән қаупім бар. Оның үстіне Арсен Сүйкаев ойынға жарамды ма жарамсыз әлі белгісіз ғой. Орес Костик шықты, бір гол жіберді мысалы өткен ойында. Жеңіске қарсы ойында негізгі қақпашысы ол енді команданың жартысы дейді ғой. Осы маусымда Сүйкаев жақсы өткізген, сондықтан қиындау болады шынында. Енді болжамыңыз есеп 1-2 деп отырса Қайраттың пайдасына. Қайраттың пайдасына. Қайратқа шегінер жер болған жоқ. Негізі Жетісу бір гол соқса, мен ойымша, егер Жетісу бірінші гол соқып қойса, мәселен таймның соңында, бірінші таймның соңында соқып қойса, әрі қарай ол есепті ұстап қалуды жақсы білетін сияқты Жетісу командасы. Бірақ былтырда 1-0 есебімен алда тұрды ғой. Нұрберген Нұрбол соқты, одан кейін жауап алу қос гол соқты. Енді Қайраттың ойыншысы Нұрдәулетов мырза енді қорғаныспен танылды ғой, жалпы Жетісу командасында. Біршама командаға гол соққызбай қойды. Кім біледі енді. Елімайдың өзіне, жалпы Елімайдың өзі Жетісу қақпасының саңылауын таба алмады. Енді бұл жолы егер мысалы менің ойымша Қайрат бірінші гол соқып кетсе, әрі қарай енді Қайраттың қазір шабуылы мықты, күшті болып бабында екенін білеміз. Тұран қақпасына 5 гол соғып тастады. Тек сол соңғы рет Астанаға қарсы гол соғылған жоқ, қалған ойындарда ол гол бар. Сол себепті егер Қайрат бірінші гол соқса, әрі қарай есеп 2-0, 3-0 болып аяқталатын сияқты. Ал Жетісуға сенім жоқ шыны керек. Бұл жерде айқын фаворит Қайрат менің ойымша да, және менің де пікірім Қайрат бұл кездесуде сухой жеңіс дейді ғой. Құрғақ жеңіс деген дұрыс па? Құрғақ жеңіспен мен ойымша 0-1, 0-2 нәтижесі тіркелетін сияқты. Ал біздің видеомыздың демеушісі Бриксбет компаниясы, төменде сілтеме тұр, сол сілтеме арқылы өтіп, 1xDOTA промокодын терсеңіздер, бірінші депозитке бонус береді. Сілтеме арқылы өтіңіздер, промокодты ұмытпаңыздар. Сәттілік. Енді Атырау Елімай матчына өтейік. Есияға жақсы талдау болды. Енді осы чемпионатты өтте жақсы бастаған, өз алаңында мүлде жеңілмей келе жатқан Елімай Астанадан қалай жеңіліп қалды? Сол ойында мен шынында да ойынның барысына қатты таң қалдым. Былай Астана бір бас жоғары команда ретінде көрінді. Шынында да мына ортаны тасқа ұстаған Назми Грифши бар. Оның қасында Аманович пен Макс Эбонгчу мысал үшін. Ол енді маусымның соңында тіпті бір қаншасыншы рет жасарып жатқанын білмеймін. Марин Томас сұмдық ойнады мысал үшін. Оның соққан гол енді супер гол ғой енді. Сонша Камара пас шығарып берген кезде ана қақпаштан асыра салу үшін және сол уақытта сол шешімді қабылдап үлгеру үшін де енді бір сұмдық интеллект керек қой енді. Сондықтан қатты риза болдым шынында. Карпович мырзаны жақсы түсінуге болады. Негізі бапкер ретінде барлығын дұрыс деген сияқты көрінді маған. Өйткені Елімайда алғашқы таймда соққылар көп болды. Біраз Астана қақпашысы құтқарды, біраз соққы қиысып кетті. Бірақ міне осындай жеке ойыншылардың қателігі. Пенчиков қателесті. Және екінші гол соғылған сәтте, бірінші гол соғылған сәтте камера соққан сәтте оң қаптал түгел бос қалды ғой. Оң қапталда қорғаушы кім деп түсінбей қалдық та жалпы. Өз позицияларына үлгермеді. Соны енді кішкене жанкүйерлерді сансаққа жүгіртіп әдейі ашып берді ана мынау дейді. Онда мүмкін емес. Мүмкін емес қой. Жоқ, Елімай деген өзі чемпиондыққа үміттеген команда ғой. Анау мынау команда емес. Нарқы өте жоғары матчта ондай болуы мүмкін емес. Бұл жерде мен мына нәрсені айтқым келеді. Елімай бірінші рет талай жылдан үзілістен кейін 2014-те соңғы рет Спартак ойнады ғой. Содан кейін Премьер-лигаға шығып тұрғанда тәжірибесіздігін көрсетіп алды. Әйтпесе мысалы Қайраттан 1-4 есебімен жеңілді, содан кейін 5 ойын 6 ойын қатар жеңіп, енді бір ең шешуші ойында Жетісудан жеңіліп қалды. Ең шешуші ойынға келгенде Астанадан жеңіліп қалды. Бұл енді команданың шынында да әлі де тәжірибесіздігін көрсетіп отыр. Енді былтырғы құрамнан Еркебұлан Нұрғалиев қана қалды, сосын Денис Кавлинов қана қалды деген күннің өзінде жиналған ойыншылардың бәрі тәжірибелі ғой. Және бірінші айналымнан кейін Сада Тиюп, анау Ндип Тамп деген ойыншылардың барлығы кетіп, олардың орнын мысалы басқа мықты ойыншылар, мысалы Эдерлин Рейс қалай күшті толықтырды мысалы, сосын Ислам Машков анша гол соқпаса да кәдімгі ана столб шабуылшы дейді ғой. Сол ретінде мысалы өте пайдалы былай қарасаңыз, әйтпесе біздің Свиридовтың да сол жерде сол позицияны жауып алуға мүмкіндігі бар. Бірақ көрдіңіз бе, сол маусымға дұрыс бой үйретпеген тәжірибесіздігін көрсетіп алды Елімай қалай енді. Сондықтан бұл команда ана таяқ жеп, көзін көгертіп, биылғы маусымда, келесі маусымда бұдан мықты болады. Оған және сенімді болу керек те. Енді Елімай бұл кездесуде де ұпай жоғалтуы ықтимал негізі. Атырау өз алаңында кез келген фавориттен ұпай тартып алады. Атырау өте тырысқан команда ғой. Маусым барысында көрдік, қанша фаворит келіп осы Атырауға сүрініп жатты. Атырау және сондай ана әдеби тілмен айтсақ, біреудің скальпін сыпырудан рахат алатын команда ғой, былай айтқан кезде. Әсіресе мұнайшыда өте қиын болады. Ерекше, өйткені алыс жол қонақ команда үшін біріншіден. Сосын жасанды төсеніш, ол да әрине әсер етеді.
Елімай өз алаңы не ғой, тас шөп қой. Иә. Сол себепті оған да бой үйренісу жалпы қиын болады. Елімайда қазір 22 қорытындысы бойынша, ойын қорытындысы бойынша 37 ұпай, 5-ші орынға сырғып кетті осы. Екі жеңілістен кейін, егер екі ойында жеңгенде, мысалы, ол 42-ші орында топ бастап тұратын еді. Бәрі өз қолында, 42 ұпаймен топ бастап тұратын еді. Бәрі өз қолында болған еді. Мысалы, былтыр оның алдыңғы жылы, мысалы, Манчестер Сити 10 ойынның 10 қатарынан жеңіп, ешкімге мүмкіндік бермеді да. Сол кезде, мысалы, Арсеналға мін таға алмайсың. Сендер қалай жете алмадың, қу жете алмадыңдар деп. Сондай сияқты бұл жерде ондай керісінше ситуация бұл жерде Елімай бәрін өз қолында еді, бірақ жалпы чемпиондықты тіпті Еврокубоктегі өз орнын жоғалтып алуы мүмкін, ықтимал, өйткені 4 фаворит анықталды. Ордабасы, Қайрат, сосын Астана командалары. Ақтөбені сен басып ұстаң да Еврокубокке шыға алмайсың. Мысалы, Ақтөбе 5-ші орында, ал Елімай 4-ші орын болса, ол да жеткіліксіз. Сол үшін Ақтөбе 1-2 орын алып, сен 4-ші орынға көтерілсең, мысалы 1-2-3-ші орын алып, Ақтөбе Елімай 4-ші орында болса ғана жалпы Еврокубокке қатыса алады. Келер маусымда енді Елімай асыға күтті ғой бұл Еврокубокта. Елімай негізі бір жақсы шабуылшы табу керек қой. Негізі өте бір жақсы. Жалпы біздің командалардың көбінің мәселесі осы ғой. Мысалы, Жоу Поло айтып отырмыз, бірақ Жоу Полоның қолын шешіп беретін кім бар? Қайратта Элдер Сантана бар. Қорғаныста да жүреді, жалпы столып шабуылшы ретінде қарсыластың қорғанысын бұзып талқандайды. Жоу Полоға жол ашып береді. Кімде онда жоқ қой, Елімайда онда жоқ қой. Мысалы үшін Ислам Машуковты көрді, оның алдында Роман Мұртазаев, Иван Свиридовті көріп жатыр мысалы. Бір жақсы шабуылшы керек біздің. Жақсы шабуылшы міндетті түрде керек. Плеймейкер позициясында мүмкін ойыншы керек шығар. Жалпы бұл Атырауға қарсы ойында Яшин ойынға қатыса алмайды. Өткен Астанаға қарсы ойында 4-ші сарыағазын алып қалды. Сол себепті Атырауға қарсы ойында көмектесе алды. Атырауға келетін болсақ, Қызылжарға қарсы қонақта 3-2 есебімен жеңілді. Аса тартысты ойын өтті. Найоктың голы супер болды. Найоктың голы, бірінші голы тамаша. Тоқтатпай, тоғыздыққа керемет бағыттады. Бірақ бұл жерде мен Каямбаны екінші таймда алып тастағанын түсінбедім. Өйткені Каямба осы Атыраудағы шабуыл жүргізетін ойыншы. Каямба кетсе, дриблинг жасап, мысалы айырмашылық жасайтын ойыншы жоқ. Допты ұстайтын. Мысалы бір ойыншыны алдап өтіп, кейін шабуылды бастап жіберетін футболшы Каямбадан артық ешкім жоқ. Сол себепті егер Каямба шықса, Атыраудан гол күту керек деген сөз. Білмеймін, екінші таймда не үшін алмасы мүмкін, жарақат болды ма? Мүмкін. Ол да түсініксіз. Негізі бізде ондай жарақат кімде бар, жоқ деген айтылмайды, бірақ енді ешкімде жарақат болмасын деп тілейміз. Алғаш айналымда 0-0 есебі тіркелді. 0-0 болды. Бірінші тур емес пе ол? Бірінші тур, ол бірінші тур Павлодар қаласында өтті. Әлі Семейде алаң дайын болмаған себебінен Павлодардың жасанды төсенішінде алғашқы турда голдар соғылмады. Сол кезде Елімай өзінің бізге құрамын көрсетті. Міне біз осындай құраммен ойнаймыз деді, бірақ бәрібір де Атырау дес бермеді. Сөйтіп, міне екінші айналымға да келіп отырмыз. Бұл ойынға болжамыз. Ең қызығы осы болжамның алдында Атыраудың қазір екі ойыны кем ғой басқалармен салыстырғанда. Екі ойында жеңіске жетсе, Астанамен 30-дан ойнайды, 26-30-мен ойнайды. Елімаймен екі ойында жеңіске жетсе, ол 35 ұпай жинап чемпионаттың үміткерлерінің әйтеуір тұсына ілігеді, бірақ сол үздік 5-тік болады ол ең. Сол мен осы Қызылжарға ойын алдында есептегенде, сол Қызылжар жеңген кезде мүмкіндігі зор еді. Математикалық мүмкіндік емес кәдімгі. Өзінің тікелей қарсыластарын жеңгенде, мысалы Елімайды жеңіп кеткенде мүмкін оның орнын басатын еді. Менің ойымша бұл ойында бір нәтижелі тең ойын тіркелетін сияқты көрініп тұр. 1-1 немесе 2-2 деген сияқты. Екі команда да дес бермейді. Атырау Қазақстан кубогының финалында жеңіліп қалғаннан қазір әр ойынға майдан сияқты шығады. Сондықтан бұл команда өз алаңында жеңіле қою қиындау деп ойлаймын. Барлық бәсті сол финалға тікті ғой негізі. Ордабасы қарсы ойында да негізгі құрама ойыншыларын алып тастады. Енді ауырып қалды деген себеп айтып. Кейін кубок ойыннан кейін әрине өте маңызды. Көбісі айтады, мысалы, басқа, жаңағы 5 командан айттық қой, Еврокубокке таласып жатқан. Ал Шахтер ұшып кетті. Қалған сол арада қалған командаларда мотивация жоқ деп айтады. Мен мүлдем келіспеймін ол тұжырымдамаға. Мотивация әрдайым жеткілікті, өйткені бірінші бар негіз мотивация. Өйткені командаларда әр ойын үшін, әр жеңіс үшін сыйақы бар. Дұрыс айтасыз. Сол себепті сол сыйақы үшін
командалар міндетті түрде таласады. Жанкүйер бар деген сияқты. Енді кабинетте шешілетін мәселелерде жалпы жоққа шығарамаймыз, шыны керек. Ол мәселеде мысалы керісінше ойнап кетуі мүмкін. Мысалы Қайрат немесе басқа осы Елімайдың қарсыласы Атырау, егер сендер жеңіске жетсеңдер, сендердің сыйақыларың қосып тағы да сыйақы береміз деп айтуы мүмкін да. Біздерде мынадай бар деуі мүмкін ғой. Иә. Ал қайта сол жеңіске жетсеңдер сыйақы аласыңдар деген жақсы ғой, жеңілсеңдер сендерге сыйақы береміз деген, ол өте қауіпті ғой. Мысалы сендер жеңіліп қалсаң да сливать ету дейді ғой ойынды. Және бір команданың екінші командаға стимул жасау ол әлемдік тәжірибеде бар нәрсе ғой. Иә, әлемдік. Ешкім заңға қайшы деп айта алмайды да ол. Жалпы кез келген андай маңызды ойындарда біз білеміз, жанкүйерлердің өздері футболшыларға рахметін айтып, мысалы қаласына қонаққа келсе күтіп алады. Мысалы сенің есімде сенің голың арқасында біз чемпион атанып кеткенбіз деп, ондай эпизодтар бар. Енді мысалы сливать еткеннен қарағанда жеңіске жетіп сыйақы алған дұрысырақ емес пе мәселен кеше? Біз енді бұл жерде жемқорлыққа шақырып отырғанымыз жоқ ешкімде. Ол бірақ негізі әлемдік футбол тәжірибесінде бар нәрсе ғой. Оның үстіне командалар мысалы жол болмай қалған, ортадан төмендеп кеткен командалар, сендер бізді ерте бастан санаттан шығарып тастамаңдар, біз де чемпиондық парасқа осындай үлес қосыламыз немесе кедергі жасай аламыз деп өздерін танытатындай мүмкіндік. Мотив бар да. Мысалы өткенде порядке ету арнасында да кім? Жамбыл Көкеевте бізге звондады, сливать етіңдер деп, кейін барып легионерлер тұрды да, жоқ, біз бұндайға қарсымыз деп, легионерлер жылап қалды, біз өзіміз ойнасқа сливать еттік дейді мысалы. Ал қазір енді чемпионатта Қазақстанда ойыншылар жоқ, легионерлер қорқады, өйткені еуропалық легионерлер әсіресе. Ар жақта заң қатал енді. Егер сенде сондай таңба болса, мынау ойыншы командасын сатып кетті, ақшаға ойынды беріп қойды десе, болды, ол карьерасында кірес. Сол себепті ондай тәуекелге бару екі талай деп ойлаймын. Біздің жігіттер де түсіну керек қой, мысалшы, сондай психологияға біз ие болуымыз керек қой. Ойынды сату деген ол арыңды сату деп қабылдайтын уақытқа жеттік қой, шыны керек. Ол дүниенің бар ақшасын игеріп, бар ақшасын былай айтқандай таба алмайсың оны. Құдайдың есебінен артық таба алмайсың. Сондықтан одан қойды, команда беретін сыйақыны жеңіске жетіп алған дұрысырақ. Сіздің болжамыңыз? 1-1 болады деп тұр. Немесе 2-2 болады деп тұр. Бұл ойында да мен тең нәтижені күтіп отырмын. Тең нәтиже болатын шығар дегенде үміт бар, бірақ бәрібір де коэффициенттерге қарасам, Атыраудың бәс сәл-сәл жоғары екен. Бірақ дегенмен Елімай командасының жасақталған құрамы бәрібір де деңгей бойынша сәл жоғарылау. Сол себепті Елімай жеңілмейді деген бір бәсті алып келіп отыр. Мен Елімай жеңіп кетсе таңғалмаймын бірақ осы матчта. Шыны керек. Бәрібір де үміт бар ғой. Әрине. Мысалы, әр тур сайын қарсыластары ұпай жоғалтып жатыр. Келесі турда да жоғалтады деген мүмкіндік жоғары ғой бәрібір де. Енді осы матчтан кейін біз сенбі күніне өтетін соңғы ойынға өтейік. Ол Ордабасы жеңіс арасында кездесу. Жалпы осы турдағы жеңіске міндетті түрде жететін команда сияқты Ордабасы. Айқын фаворит дейді ғой. Шамасы жететін, иә? Айқын фаворит рөлінде матчты бастайды, өз алаңында жеңісті қабылдайды. Бірақ бәрібір де осы жеңісті менсінбеушіліктен Астана да ұпай жоғалтты. Жалпы барлық командалар ұпай жоғалтпайды. Жеңіс жалпы 3 ойын қатарынан жеңілмей келеді. 2 матчта жеңіс, сосын Астана қарсы ойында тең нәтиже. Ал бұл ойында сіздің ой пікіріңіз қандай? Енді Ордабасыға шегінетін жер қалған жоқ. Мысалы, Тобылдан негізгі бәсекелестердің бірінен жеңілді. Және ол матчта тіпті Яқшыбаев алаңнан қуылып кетіп отыр. Негізгі оң қапталдан шабуылдайтын Вингер. Енді былай қарасаң, енді Ордабасының құрамында кемдік жоқ қой, кез келген ойыншы мысалы қоя алады деген сияқты мысалы. Бірақ дегенмен кәдімгі чемпиондық құрам қалыптасып қалған еді. Бірақ бұл жерде де кішкене Ордабасыға қатысты алған кезде шабуылшылар, мысалы Артем Бесидин аса бір сенімді ақтаған жоқ мысалы. Садовский маусымның ортасында кетеді кетпейді болып ол қалды, бірақ соңғы ойында қандай мүмкіндікті уысынан шығарып алғанын ескерсеңіз, бұл ойыншының да былай жалпы бабында емес екенін байқауға болады. Бауыржан Исламханның аяқ қолы енді шешіліп келе жатыр. Енді үйрене бастаған көріп отыр. Айбол Әбікен әлі үйренген жоқ, мысалы үшін. Үйренген жоқ дегенде әлі кіріккен жоқ, мысалы чемпионатқа. Сондықтан Асхат Тағыберген сияқты, Сұлтанбек Астанов сияқты, сосын Евгений Макаренко сияқты бір көшбасшыларға сенім артуға тура келеді. Қорғаныс сол күйінде болады. Мысалы Кристиан Товар деген ойыншы келіп еді. Ол мысалы Мали Ерланов жаңағы
пластун үштігіне ешқандай кедергі жасай алған жоқ. Осы үштік қалып отыр мысалы үшін. Тек соңғы ойында мысалы Малый қателескеннен кейін оны дереу алмастырып тастады деген сияқты Кирилл Кекер. Бірақ Кирилл Кекер басында екі орталық қорғаушымен ойнап көрді да, болмайды екен бұны деп бұрынғы нұсқаға қайта оралды. Сондықтан менің ойымша бұл жерде Ордабасыға бәрібір жеңіс ауадай қажет. Мұнда енді Яқшыбаев кетсе, Шахбоз Омаров шыға салуы мүмкін оның позициясына мысалы үшін. Тағы да шабуылдайтын қандай ойыншылар бар мысалы. Бірақ саналы түрде Кекердің мүмкіндігі шектеулі екенін көреміз. Сол бір 16 ойыншы одан артыққа бара алмайды. Одан артық тәуекелге бара алмайды. Мысалы, Ордабасының құрамында мысалы осы маусымда мысалы Максим Федин мысалы мүмкіндік беріліп жатқан жоқ. Самат Жарымбетке мүмкіндік беріліп жатқан жоқ мысалы. Қандай жақсы ойыншылар Қазақстанда. Ловро Цвек мысалы маусымның ортасына шейін бір тәуір ойнады, қазір тіпті көрінбей қалды мысалы. Сондықтан сол Әбікеннен жалпы бәсекелес жеңіліп қалды. 14, 15, 16 ойыншыға сенеді, басқа көздері жоқ. Сондықтан да бармен базар жасауға тура келеді. Дегенмен осы 14, 15, 16 ойыншының өзі жеңіске шамасы жететіндей деп ойлаймын. Бұл жердегі басты мәселе не? Басты мәселе Бруно Сильва мен Адильоның адамын аштырмау ғой мысалы. Бруно Сильва өте креатив ойыншы екен, көрдіңіздер өздеріңіз? Өте көрдіңіздер. Сондықтан менің ойымша негізі осы біз кімнің Ордабасының артқы жартылай қорғаушылары, Асқат Тағыберген болсын, Макаренко болсын, Айбол Әбікен, тіпті Цвектің өзі шықса да, осы олардың креатив ойыншыларын тыйып ұстаса, жеңісте аса бір үлкен мүмкіндік болмайды деп өзім білемін. Сондықтан мен бұл жерде бір 2-0 есебі тіркелеме деп ойлап тұрмын. Тобылға қарсы ойында жеңілді Ордабасы, сол себепті болды. Осы жеңіске қарсы ұпай жоғалтса, тіпті Еврокубоктен де айырылып қалуы мүмкін. Онда ешқандай мүмкіндік қалмайды шынында да. Чемпиондықты айтпаса да енді түсінікті. Сол себепті жеңіске жету міндетті. Тобылға қарсы ойында негізі Ордабасы ұпай жоғалтау деп күттік негізі, былай бүйтіп күнтізбені ашып қарап, алда Ордабасының 6 ойынын қарап, мынау Ордабасы Тобылға қонаққа барған кезде ұпай алуы мүмкін деген күттік те. Ал бұл жеңіске қарсы енді айқын фаворит. Бұл жерде сәл интрига аздау сияқты шыны керек. Аздау кішкене. Және былай болжап білмейтіндей матч емес та. Бұл ойында Ордабасы жеңіске жетуі тиіс, 2 гол айырмасымен мен ойымша. Енді Қазақстан чемпионатында ең көп гол соққан команда үшігіне кіреді Ордабасы, бірақ бәрібір шабуылы әлсіз команда. Мысалы, Асқат Тағыберген былтыр 10 гол соққан еді, биыл 2 голмен шектеліп отыр мысалы, енді артқы жартылай қорғаушы болса да, оның биылғы алыстан соққылары, тура айып соққылары өтпей жатты. Бір рет қана тура айып соққы, соның өзі қақпашының қателігінен кейін. Яқшыбаевтың 3 тура айып соққысы бар, яғни стандарттан көбірек соғады бұл команда, сондықтан мысалы Қапталдан келіп мысалы Златко Шеховичтің топырлатып пас беріп демесе гол соғып жатқан көрмейсіз. Сұлтанбек Асанов енді ғана орнықты мысалы үшін оң Қапталға деген сияқты. Сондықтан бұл командада сол жетіспейтін бір мықты шабуылшы. Артем Бесединнің бір жақсы сәттері артта қалып қалған сияқты көрінеді. Бірақ негізі жеңіске соғатын 2 голды бұл команда әйтеуір табады деп ойлаймын. Дәл солай өз алаңында ойын. Сонымен қоса Шымкентте өтетін матч 18:00-де сенбі күні болады. Ал енді жексенбі матчтарына көшейік. Жексенбі ойын күнінің алғашқы тұсаукесер кездесуі ол Шахтер Қызылжар арасында кездесу. Шахтер енді ресми түрде премьер-лигадан өкінішке қарай ұшты. Бірінші лигаға төмендеді. Еш мүмкіндік қалған жоқ. Ол енді өз алаңында Қызылжарды қабылдайды. Қызылжар Атырауды жалпы өте жарқын матчта жеңіске жетті. 3-2 есебін айттық. Енді Әлиәлиевтің командасы бұл ойында да жеңе ме деген сұрақ бар. Жалпы бұл ойын туралы ой пікіріңіз қандай? Енді Шахтер негізі екінші айналымда келген легионерлерге өз басым жанкүйер ретінде көбірек сенген едім, бірақ ешқайсысы сенімді ақтаған жоқ. Жокич болсын, Ильич болсын, Козлов болсын, мысалы Козлов кезінде Атырауда қалай нәтижеленді, бір маусымда 8 голға дейін соққаны бар. Сондықтан мен жалпы Шахтер келетін жеріне келді деп есептеймін. Ал енді Қызылжарға келетін болсақ, маған Атырауға соққан голдар ұнады. Мысалы, Рубен Брижидің оң қапталда ашылғаны қандай әдемі болды. Березкиннің мысалы үндемей жүріп осы матчта 2-3 бірдей қорғаушының ортасынан қақпаның саңлауын тауып кеткені мысалы. Басында 4 гол соғып алды да, осыдан кейін міне Атырау қақпасына, ұйықтап қалды ғой біраз уақыт ішінде да. Сондықтан менің ойымша Қызылжар, оның үстіне кім айтты ғой, менің командам мотивациясы өте жақсы, Әлиәлиев. Енді былай айтқанда осы бір сәтсіздік сериясын тыюға қатты тырысқан. Енді қаптың аузы шешілетін шығар дегенге сай әңгіме айтты. Оның үстіне бұл команда қанша дағдарыста болса да мына Олар Жақсыбаев, содан кейін мынау Мәди Хасейін сияқты қазақстандық футболшылар, Ардақ Сәулет мысалы,
тұрақты негізгі құрамның ойыншысы. Осындай ойыншыларға бір жақсы мүмкіндік берді және олар сәтті пайдаланды. Енді өкінішке қарай Рафаэль Оспанов анда-санда төбе көрсетеді. Шоқан Абзалов жақсы бастаған еді, ол да мысалы маусым соңына айырылып қалды. Бірақ енді негізі айналып келген кезде Тимур Мүлдинов өткен ойынға қызыл қағаз болып қатыса алмаған, осы алаңға шықса, Шебетунның жарақаты бар. Демек, осы шабуыл мәселесін Мүлдиновпен жаңа кімдер шешу керек деп есептеймін. Брежнев екеуі шешу керек. Нижич жарақат алып қалды. Атырауға қарсы ойында енді бір аптада енді дайын болмайтын шығар. Қиындау. Ауыр жарақат алып қалды, басында ойнап жатқан сияқты, бірақ кейін оны алып тастады. Және Йованчичті да атап өту керек. Қызылжар сапында жалпы команданы жақсы күшейтті деп ойлаймын. Астанадан ауысып, міне осы Қызылжарға келіп отыр. Иә, оның алдында Йованчич Кифисия деген командада ойнады, бірақ ол командада Астана арендаға берген еді. Қазір Душан енді шын керек деңгейі мықты ойыншы ретінде өзін дәлелдеді. Енді бұл ойында болжамыз менің ойымша 1-2 Қызылжардың пайдасы немесе 2-2 болады. Енді Шахтердің да былай айтқан кезде бір тұяқ серпейтін кезі, біз 9 ұпаймен қалмаймыз. Байқаңыздар, біздің келесі маусымда үмітіміз бар дегенді аңғарту керек. Оның үстіне байқайсыздар, Богдан Савкиев, Егор Алишаускас, сосын кім, тіпті Абылайхан Назымхановтың өзі маусым соңына қарай мүлде шықпай қалды. Демек, қазір легионерлердің өзі олар ғана бір командамен ұшып кетсе десе де Еуропаға барғанда оларға қиын болады ғой. Сондықтан бір барын салып кететін шығар деп ойлаймын. Сондықтан 2-2 немесе 1-2 Қызылжардың пайдасына деп есептеймін. Жалпы жеңіске осы Шахтердің стадионы ұтымдырақ сияқты да, жеңіс өз алаңында, мысалы 3 ойын қатарынан жеңілмей келе жатыр. Бірақ Шахтер туралы бұлай айта алмаймын. Менің ойымша бұл ойында Қызылжар жеңіске жетеді. Жалпы бұл Қызылжардың жеңіске жететініне мен сенімдімін. Енді осы матчтан кейін жалпы басты ойын осы Алматыда орталық стадионда өтетін кездесу Астана Ақтөбе ойынына көшейік. Астана Ақтөбе ойыны дәл қазір екі команданың ұпай саны бірдей 37-тен, бірақ Астанада бір ойын бар. Егер Ақтөбе бұл ойында жеңіске жетіп кетсе, чемпионаттағы жағдайды түбегейлі өзгертіп жібереді. Орта баста мүмкіндік пайда болады, Қайрат та қосылады, Ақтөбенің өзі де сол чемпиондыққа таласатын бір үміт пайда болады математикалық болса да. Сол себепті Ақтөбе бұл ойында егер жеңіске жетсе, ордабасы мен Қайратқа көмектесуі өте мүмкін. Сонымен қоса тең ойын болуы да мүмкін, мысалы. Тіпті болмаса. Ар жақта ордабасы мен Қайратта ұпай жоғалтпайды дегенге ешкім кепілдік бере алмайды ғой. Сол себепті Ақтөбеде де мүмкіндік пайда болады. Енді бұл ойын туралы Есеға енді бірінші айналымдағы матчқа әлі көз алдымда. Исламбек Қуат сақ еткізіп алыстан гол соғып, одан кейін соңында алаңнан қуылып кеткенде есімізде, кімнің Ақтөбенің есеп теңестіргенде есімізде. Жалпы ойын өте ширығысты болады. Бірақ ең бастысы Алматының орталық стадионына адам қаншалықты көп жиналады, осыған да көп байланысты. Әдетте Ақтөбенің Алматыдағы студенттері өте жақсы қолдайтынын білеміз. Жалпы стадионның мынау күншығыс жақ бетінде өте бір жақсы орын толтырады, жақсы қолдаудан кем болмайды деп ойлаймыз. Бірақ менің ойымша бұл жерде барлық мәселе Бабаянға байланысты болады. Неге? Өйткені ол негізгі құрамды қалдырды, өзі Уэльске кетіп қалды. Уэльстен жеңіліп қайтты, бірақ жеңілгеннің өзінде команда жаман ойын көрсеткен. Ол жеңіліске дайын болған сияқты шыны керек. Бірақ дегенмен де жол шаршатады ғой бәрібір, көрдіңіз ба? Бабаянға ма? Баба ойнамайды бірақ. Ол бәрібір не ғой, дайындайтын сол ғой бәрібір. Тактикалық нелерді қойып. Сондықтан оның үстіне және сол Исламбек Қуат, сол Рамазан Кәрімов, сол Намди Аханону, олардың барлығы екінші таймда шықпайды деп ешкім айта алмайды. Тіпті Бранимир Калайцаның өзі мысалы, ол оң қапталда негізгі құрамда жүрген жігіт қой мысалы үшін. Сондықтан осы жолдан шаршап келген ойыншылардың да әсері болуы мүмкін. Бірақ Қайратпен ойында көрдік қой, Астана жоқ жерде нәтижеге жете алатын команда. Мысалы, сондықтан өте қиын. Ең бастысы Ақтөбе осы Қайратпен ойындағыда екінші таймда өте жоғары деңгейде өткізетін болса, онда Астанаға қиындау болады. Бірақ бұл жердегі басты мәселе тағы да сол, екі команданың шабуылы қалай жұмыс істейді. Егер Назми Грибши мен Джеффри Чинеду тағы да керемет тандем құрайтын болса, екі жақтан Тамасов пен Камара оларды қолдап отыратын болса, онда Богдан Ветежелу болсын, мына қапталдағы Бағдат Қайыров болсын, онда бір емес 200% мүмкіндікпен жұмыс істеуге тура келеді. Сондықтан мен негізі осы ойынға болжам айтудан кішкене қорқақтап отырмын. Бірақ негізі өз алаңында, шартты түрде өз алаңы болса да, Астананың мүмкіндігі көбірек сияқты көрінеді. Менің ойымша матчта көп гол соғылмайды. 3-1, 3-2 деген сияқты ресептер болмауы мүмкін, бірақ қай командада бір гол соқса, сол жеңіске жеткілікті болуы мүмкін.
Ақтөбе өз алаңындай ойнайтыны сөзсіз. Қайратқа қарсы жанкүйерлер саны 50-50 болған шығар бәлки. Ақтөбенің жанкүйерлері 50% болса, ал бұл жерде толық 90% Ақтөбе жанкүйерлері стадионды толтыратын сияқты. Аса маңызды ойын, бірақ сол аса маңызды ойынға Әлібек Қасым мен Бағдат Қайыров көмектесе алмайды командасына. Сол өткен матчта Қайратқа қарсы кездесуде естеріңізде болса сарықаздар өте көп болды. Негізі осы Ақтөбе ойындарында сарықаздар саны үнемі көп болады. Енді эмоцияға толы кездесулер көбінесе. Сол себепті бұл екі ойыншыны орын баса алатын футболшылар бар. Габи Кикидің қасына Матео Бараш шыға салады, ал оң қапталға Бессмертный. Бессмертный да жалпы оң қапталда ойнап беретін. Тіпті кімнің өзі Таңжарықтың өзі де мысалы келе салуы мүмкін сол қапталға. Қазір Штурменің орнына шығып жүр кейде көп жағдайда. Ол ондай да нұсқа бар, жалпы, бірақ әрине Қасым мен Қайыровтың жоқтығы мен ойымша білінеді. Енді Қасым қазір бабындағы жігіт қой, мысалы, ол және Қасымның ерекшелігіне ол қазір қорғаныстан емес шабуылға да өте жақсы араласады қазір. Және тек қана стандарт орындамайды, қазір әлгі бұрыштамадан келген кезде, болмаса басқа да жағдайларда өте жақсы көмектесіп. Жалпы осы маусымды былай Қасымның ашылған маусымы ретінде бағалай аламын. Енді әрине жол ортада Максим Самойлов пен Рамазан Оразовтың кетіп қалуы қиындау болды Ақтөбеге. Екеуі де былай шабуылға күш беретін ойыншылар ғой. Бірақ дегенмен де мысалы Амаду Думбуя мысалы ол екінші айналымды өте жақсы өткізіп жатыр. Гандола мысалы келесі командаға қалай сіңіп кетті мысалы үшін. Сондықтан менің ойымша өте бір жоғары деңгейлі матч көремін, және ол сол матчтың маусым соңына қарай болатын маған жанкүйер ретінде қуанышты. Керемет ойын болады. 4 қазан күні Қайратты өз алаңында жеңді. Міне 2 апта өтті сол кездесуден. Жалпы осы 2 апталық үзіліс қалай әсер етті деп ойлайсың? Менің ойымша Ақтөбеге өте жақсы әсер етуге тиіс, өйткені оның алдында бұл Ақтөбе Қайраттың алдында бір сәтсіз ойын өткізіп қалды ғой. Содан кейін Тобылға қарсы. Тобылға қарсы. Оның алдында Атырауды жеңген еді. Сондықтан мына демалыс сәтті пайдалану керек. Оның үстіне мысалы Әлібек Қасым, Дорни Ромеро, сондай санаулы ойыншы ғана Шацкий, сол санаулы ойыншылар ғана ұлттық құрамаға кетті. Негізгі құрама қалды ғой Ақтөбе. Мысалы Гандола кеткен жоқ деген сияқты, Себальос кеткен жоқ деген сияқты. Сондықтан Струмия кеткен жоқ деген. Сондықтан негізді түрде кәдімгі түгелдей дайындалуға мүмкіндік болды. Бәрібір де жаңа бапкер болғаннан кейін жаңа идеяларды қосады. Әрине. Және бір креативтер болды мүмкін. Мысалы Леонов келе салған кезде Әділхан Таңжарықовты артқы жартылай қорғаушы позициясына қояды деп кім ойлады? Мысалы Гандола мысалы таза шабуылшы ретінде де, вингер ретінде де пайдаланып жатыр. Ондай мысалы Ыдырыс Умаев сияқты шабуылшы тұрған кезде Гандоланы неге шығарады деп еді? Гандола жоқ, нәтижелілігімен дәлелдеп берді. Мысалы Қазақстан кубогының финалында шешуші гол соғып берді деген сияқты. Сондықтан Ақтөбенің әрбір ойыншысынан қауіп күтуге болады. Енді ең бастысы бұл мәселе біздің басымызда емес, Бабаяның басына ауыртатын қызықты болып тұр да. Бірақ коэффициенттерді қарайтын болсақ, Астана бұл жерде айқын фаворит. 1.59 ұсынып тұр. О, өте жоғары ұсынып тұр. Өте төмен дейікші. Яғни төмен коэффициент беріп тұр. Яғни Астана коэффициент төмен, мүмкіндік өте жоғары. Мүмкіндік өте жоғары болып тұр. Енді бұл ойында Ақтөбенің мүмкіндігін қалай бағалайсыз? Ақтөбені мен айтып отырмын, санаттан шығарып тастауға болмайды. Бұл жерде мен жаңағы ойымды тағы қайталаймын, қай команда бірінші гол соғып кетеді, соның жеңіске мүмкіндік өте зор. Сондықтан аса бір топырлаған гол көреміз деген ойдан аулақпын. Енді бұл жерде Қайрат пен Астана арасында кездесу есіңізде болар, Кержаков кеткенше. Сол ойынға ұқсас матч болады деп қоямын. Ол кезде енді Томас бір мүмкіндікті пайдаланып кетті. Кім біледі? Осы матчта да мысалы Гандоланың пайдаланып кетуі мүмкін, Томастың пайдаланып, Камарада да мысалы соңғы кезде мүмкіндік көбірек болып жүр. Көреміз енді. Чинеды санаттан шығаруға болмайды. 15 гол соғып тастады қазірдің өзінде. Енді Бабаян мырза бекер Ньюсайнсқа қосалқы құрамды апармаған дәлелдеу керек. Жақсылап дайындалды. 1 апта болды толыққанды. Және менің ойымша бұл ойында Астана жеңіске жетеді. Деп ойлайсың ба? Өйткені бұл чемпиондық ойын. Алда әрине басқа да кездесулер бар, бірақ мынау тікелей бәсекелесі Астана Ақтөбе арасындағы ойын білеміз. Ақтөбенің кез келген ойынында ажиотаж, жалпы сол себепті ойын өте қызықты болады. Міндетті түрде көру керек бұл кездесуді. Және бұл ойында Астана жеңіске жететін сияқты. Мен ойымша қай команда гол соғады, сол жеңіске жетеді. Енді бірінші гол кім қай команда? Бірақ екінші команда гол соқпайды дейсіз бе сонда? Соқпайды. Қиын болады өйткені. 1-0 болады деп отырсыз. 1-0 болады. Жалпы 1-0 және 0-0 болу ықтималдығы жоғары деп есептеймін. 2,5 голды аз дейсіз ғой. Иә. Біздің ұлдамандар негізі осы есептерді айтып өстіп болжам жасасам менікі ешқайсысы сәйкес келмейді. Гол аз болады деді. Сондықтан жанкүйерлерден алдында кешірім сұрап қоямын, менікі дәл келмей жатса. Мысалы 1-1 есебі де болып қалу әбден ықтимал. Ең жиі кездесетін есептердің бірі ғой.
болды, осы алып қосарыңыз бар ма? Астана Ақтөбе ойынында қандай статистикаңыз бар? Мен сол енді кім Әлібек Қасымның қатыспайтынына кішкене ішім ауырып отыр. Өйткені мұндай ойындар ондай ұлттық құрама деңгейіндегі қорғаушыларға аса керек еді. 4-ші сарғазалаған екен, көріп отырмыз. Бұл жерде енді бізде лига ақпарат бермейді, мынау ойын қатыспайды, өзіміз бүйтіп санап отырмыз. Енді флеш-скорға сейіт болсақ, 4-ші сарғазалған өткен ойында. Сол себепті. Енді өкініштісі сол, бұл командалардың сапында мысалы Джеффри Чинеду мергендігін танып, бірақ ол ұлттық қазір чемпионатта 6 гол соқты, ол енді соңғы 4 ойында топырлатып тағы 6 гол соғады деп қиындау, бірақ мүмкіндігі жоқ емес оның бас мерген болуға. Ал кімнің сапында? Ақтөбенің сапында Самородов кетіп қалғаннан кейін, енді басқа мысалы Андоловның орнына Умаевта мысалы 6 гол болды ода, мысалы оның да мүмкіндігі аса жоғары демеймін, өйткені маусымның ортасын бір голсыз өткізді ғой. Умаев енді маусымның соңына қарай бабына енгенін көріп отырмыз, бірақ енді барлығын алаң шешеді. Пәлендеп айту қиындау. Мысалы Қайрат пен Ақтөбе арасындағы осы орталықта өткен ойынды еске алсақ, қандай керемет ойын болды? Ол кезде Ақтөбе жеңіп кетті. Ақтөбе ол ойында да аутсайдер еді негізі. Бірақ жанкүйерлердің қолдауымен әрине тамаша ойнап кетті. Соңғы ойын Тұран Қайсар, бұл ойын туралы қысқа да нұсқа айтып кейін. Енді екі команда да біреуі хет-трик жіберген, біреуі хет-трик соққан команда болып тұр. Соңғы тұрды. Жақсылықтың хет-тригіне ризамын, бірақ негізі маусымның барлығын өне бойында жақсылық нәтижелі ойнады деуге келмейді. Бар жоғы 6-шы голы, енді бар жоғы деп азырқанып отырған шығармыз, бірақ негізі ұлттық құрама деңгейіндегі шабуылшылар жыл сайын 10 голдан асыра соғу керек деген межем бар менің. Өйткені онсыз болмайды ғой шынында да. Сондықтан ал енді Тұран былай айтқанда мәселенің бәрін шешті. Бірақ енді қатарынан 2 ойын жеңілді. Және тобылдан жеңіліп қалды. Сондықтан Тұран бұл жолы өз алаңында енді Қайсардан жетістік істесе де ұпай алуға тырысады. Қайсар да беріле қоймас. Оның үстіне Қайсардың қазіргі Милойко сияқты, Юденков сияқты, Паевич сияқты, және соңғы ойында Дидар Жалмұқанның өте жақсы ойнағанын көрдіңіз. Сондықтан менің ойымша бәрібір Қайсардың бір несі басым болатын сияқты. Не 2-0, не 2-1 жеңетін сияқты. Кумуковтан сұхбаттастыңыздар, Әмет жолда. Ол кісі асықпай отырады екен, асықпай отырып сол футболшылардың миына құйып беретін сияқты ғой. Сен былай істеуге тиіссің, сен мынаны бүйткенде, сөйткенде. Жеге-жеге сөйлесіп қарайсың. Түк асықпай, саспайтын не екен, бапкер екен. Сондықтан енді байсалды. Және ол айтты ғой, мысалы, маусым басында біз Паевичті тіркей алмадық дейді. Юденковты соның позициясында ойнаттық. Мен жалпы Паевич кіргенше, маусымға кіргенше, тіркегенше Қайсардың нәтижесі төмен болатынын білдім дейді. Алғашқы турда жеңіліп қалды ғой. Сонымен Паевич келді. Бізге айту керек еді соны. Юденков алға шықты. Юденков қазіргі өзі 4 гол соғып. Басында мысалы Қайсар 4 ойын қатарынан жеңілді ғой. Кем 3 ойын жеңілгенін білемін. Жалпы сол кезде көп футбол сарапшылары да жоқ, Қайсар әлі өз ұпайын алады, уайымдамаңдар деген сияқты. Оның үстіне кім айтып отыр? Кумуков айтып отыр. Милойко мысалы маусымның басында жарамды болған жоқ дейді. Милойко деген орталық алаң тасқа ұстайды ойыншы мысалы үшін. Сондықтан көрдіңіз бе, бәрі рет келгенде Қайсардың ойыны түзеле бастады. Маусымда да жақсы аяқтауға мүмкіндігі бар. Сіздің болжамыңыз бұл жерде Қайсар? Қайсар 2-0 немесе 2-1 есебімен жеңеді деп. Менің ойымша бұл ойында 2 голдан асса, 3 голдан асса болады. Бәрекелді. Осылайша құрметті көрермен, біз де видеомызды аяқтайық. Есеға зор сұхбат болды, аңдатпа керемет болды деген ойдамын. Сіздер де бізді қолдап, лайк басып, пікірде өз қолдауларын жаза өтіңіздер. Егер қаралым көп болса, 500 лайктан асса, біз әрине осы премьер-лига ойындарында болжамдарымызды, аңдатпаларымызды жалғастырамыз. Алда тағы 2 тур бар. Осы тур саламағанда сол себепті қолдау күтеміз. Есеға тағы да рахмет. Алла разы болсын. Сау болыңыздар. Видео тәмам.